аты жөнім Тасшабаев Кәрібай Бағдәулетұлы. 55 жылы туылғанмын. Бүгінгі таңда 61 жасқа кетіп баратырмын. Сол 2006-тан бастап мен қантпенен күресуді бастадым. Бұл алғашқы кезде ешқандай да тәжірибе, опыт болмағаннан кейін қантпенен қалай күресуді білмей, ананы жеуге болмайды, мынаны жеуге болмайды деп бірнеше дәрілер ішіп, өзімнің жеке машинеменен кетіп бара жатып, радиодан, Шалқар қазақ радиосынан осы ламифарен туралы естідім. 3 жыл бұрын ғой деймін, алғашқы ламифареннің осы ашылған кезінен бастап мен соны іше бастадым. Жаңағы менің қант деңгейім қан құрамында 16-дан менің қантым тексерген кезде қазір 5-4 болды. 5-4 болды, қазір аузым онша құрғамайды. Мен қайтадан жұмысқа араластым, жұмысқа қосылдым. Бұл енді қант диабетінің өте қатерлі ауру екенін кісілердің барлығы біледі. Сондықтан оның қазақша айтқанда емі жоқ дейді. Бұлай емі жоққа осы ламифареннің бірден бір себебі тиіп, қанттың құрамын төмен түсіріп, бүгінгі таңда менікі өзімнің нормада тұрғандығын айтамын.